Ер азаматтардан кем еңбек етпейтін краншы, 5 баланың анасы Күлпаршын Ізмаханқызы қашанда ұқыпты. Ол сөздің емес, істің адамы. Өзіне тапсырылған тапсырмаға тиянақты, өте жауапты. Көп қыз келіншектің қолынан келе бермейтін қиын мамандықты таңдаса да, ұршықша үйіріп жүрген Күлпаршынға әріптестері риза. Кейбір нәзік жандар үшін күрделі көрінетін кран машинасын тізгіндеген қайсар келіншек Қазалы локомотив жөндеу зауытында жұмыс атқаруда. Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы станциясында Қазалы тепловоз жөндеу зауытында кран жүргізуші болып жұмыс істеймін. Фамилиям Арыстанбекова, атым Күлпаршын. 1986 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Өзімнің мамандығым өзіме ұнайды. Мамандығым мақтанышым деп білем. Бізде темір жолда темірдей тәртіп болғандықтан сіздерге өз жұмыс орнымды көрсетейін. Ал енді Күлпаршын апайдың 5 баланы тәрбиелеп отырғаны бізге белгілі. Соның ішінде Гүлжайна есімді қызы анасы туралы былай деді. Маманың жұмысы ер адамдардың күшін талап ететін ауыр міндеттерді орындау, бірақ жүрегіндегі әйелдік мейірімділік пен жұмсақтық оны ерекше етеді. Кранның жоғарыдан жүк көтеріп дәлдікпен орналастыруы тек техникалық шеберлік емес, сонымен қатар мықты болуды талап етеді. Бірақ анам әрқашан жанында жылу мен қамқорлықты алып жүреді. Оның күлкісі мен жылы сөздері жұмыстың ауырлығын жеңілдетеді, ал жанындағыларға қуаныш сыйлайды. Анамның қолында темір мен жүк көтергіштің арасында да әйелдің әдемі болмысы бар. Мен анамды жақсы көремін.